Швеции Ботагос Иса, известная наша общественная деятельница, которая, несмотря на вынужденность убытия из страны, в то же время продолжает большую работу вести по объединению оппозиционных сил. Вот она, в частности, представляет коалицию гражданского общества Донглекстель. И вот сейчас свою тоже историю расскажет, вкратце оценку действующей ситуации в стране. Амансыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Жақсымыз. Сәлем бердім. Я сәлем бердім, құрметті қазақ елі. Бүгінгі осы саяси құдалау ұшыраған азаматтар үшін осындай қолдау көрсетіп, стрим өткізген сіздерге, ұйымдастырушыларға Алла разы болсын. Осы стримге қосылған азаматтарды қолдап жаңа пікірлер жазып жатыр. Белсенді барларыңызге көп рахмет. Мен де осы өзімде азаматтық белсенділіктен басталғам, өзімді қазір де өзімді азаматтық белсенді деп санаймын. Сол себепті мен де өз пікірімді осылай сіздердің стримдеріңізде ел алдында білдіргім келеді. Біріншіден мен айтқым келеді, саяси қудаланғандар деген кім біздің елде? Жалпы ресми түрде саяси қудаланған, саяси қудалауға ұшыраған деген бізде ресми түрде ондай адам жоқ. Бізде өз құқығын қорғау үшін наразылық білдірген адамдардың көбі, яғни саяси қудалауға ұшыраған адамдардың бәрі, былай айтқанда қылмыс баппен түрмеде қамалып отыр, немесе айыпталып отыр. Ал енді оларды саяси тұтқын қудаланған деп Қазақстандағы халықаралық құқық қорғау бюро ішіндегі сараптама тобы, Бақытжан Төрегожина, Ғалым Агилеуов бар, Зауреш Баталова бар, Жофтис бар, солардың сол сарапшылар тобы азаматтарды, сол құдалауға ұшыраған азаматтарды саяси құдалауға ұшыраған азаматтар деп тауып, Тірек инфо деген веб-сайтқа тіркеп, олардың несін, олармен болған жағдайды жазып, және қай баппен, қай заңмен оларды соттап, әкімшілік я қылмыстық баппен соттағанын бәр тарихы сол жерде жазылып тұр. Тірек инфо деген сайт. Неге біздің елде ресми түрде саяси қудаланған жоқ? Өйткені біздің мемлекет шетелде өзін сондай бір демократиялық мемлекет деп білдіргісі келеді өтірік. Сол себептен біздің конституцияда сөз бостандығы деген бар екен бізде. Митингтер және бейбіт жиындар туралы заң бізде бар. Бірақ шыны керек, осылай өмірде ондай ешқандай сөз бостандығы жоқ. Мысалы, жаңағы біздің саяси қудаланған азаматтардың бәрі көбінесе 99% сол өздерінің наразылық білдіргені, жаңағы сөз бостандығын білдірген, өздерінше елде болып жатқан жағдай, немесе өз құқыларын қорғау үшін соны айтам деп құдалау астына қалғандары. Сол өте өкінішті. Тағы да айтып кетейін, бізде конституцияда сөз бостандығы деген бап бар. Бірақ біздің азаматтарды өз пікірлерін білдіргені, және ол пікірлер билікті сынау ретінде, немесе наразылық білдірген ретінде білдірсе, оларды құдалау астына салып, әкімшілік я қылмыскер бап бойынша оларды бәрін жаппай соттап жатыр. Екінші, митингтер туралы. Митинг және бейбіт жиналыстар деген жиындар туралы заң бар. Ол заң бойынша адамдар 15 күн алдын ала тек қана ескерту тастап, баратын жеріне барып, жиналып, айтатын бейбіт түрде өз наразылығын білдіруге толық құқысы бар заң бойынша. Бірақ біздің билік бір митингке шақырды деген үшін соттайды. Және де әрбір митинг деген санкцияланды, санкцияланбаған митингке шықты деді. Бұл толық заңсыз дейді. Күні бізде Қазақстан заң бойынша ешқандай митингке санкция керек жоқ. Ал бұлар санкцияланбаған митингке шықты деп соттап жатыр. Және ең масқарасы, бұлар болмаған митинг үшін соттайды. Мысалы, өткенде Атажұрттың
тіркелмеген Атажұрт ұйымының басшысы Бекзат Мақсұтхан митингке бара жатқан болмаған митинг үшін айыппұл оған тағайындалды әкімшілік сот арқылы. Демек болмаған дүние үшін соттады оны. Өткенде Думан Мұхаммедхан Кәремді митингке шақырдың деген айыппен тағы да 15 сөткеге қамады. Демек бұл тікелей заңсыздық. Өйткені болмаған митинг үшін соттағаны. Және митинг болса да бұлар соттауға құқы жоқ. Өйткені бізде заң бойынша сөз бостандығы бар. Тағы да бір масқара жағдай жер көкте жоқ, ол әруақтарды соттау. Бұл масқара елде жоқ, көкте жоқ, бұл сұмдық жағдай. Жалпы адамдардың, қарапайым адамдар, саясаткерлердің де жағасын ұстататын бұл үлкен сондай бір масқара. Біздің ел үшін өте бір үлкен масқара болып отыр. Былтырғы қаңтарда өлтіретіндерді өлтірді. Тірі алаңға шыққандардың қалғандарын азаптады. Енді қазір оларды бәрін соттап жатыр. Жаппай соттап жатыр. Оның ішінде өткенде бәріміздің жүрегімізді ауыртқан анау кім Айгерімнің және Қалас және қасындағы жігіттерді соттаған. Бұл бәріміздің бұл айтқанда таң қалмаймыз да, сүйегімізде үйренді дегенде сөзімізде, бірақ сондай ешқандай аяғы дәлел жоқ. Шын айтты кім Айгерім Асыловтың 1 жыл бұрын айтқан сөзін дәлелдеу үшін міне осы азаматтарды соттап жатыр. Сол себептен, құрметті достар, мені айтқым келеді, осы азаматтық белсенділер деген ерекше адамдар. Бұл кісілер өз жеке меншік құқығы, өзі жеке меншік бір мәселесі үшін шықпайды. Ол кісілердің азаматтық саналары жоғары деңгейде деген. Демек, олар тек өз семьясына ғана емес, өздеріне ғана емес, бүкіл елге деген жауапкершіліктері зор адамдар деп санаймын. Және мен үшін бүгінгі Қазақстанның жаңа тарихында ол кісілер мен үшін әрбіреуі мен үшін батыр адамдар. Айтқаныңыз келсін, рахмет үлкен. Бота, енді сіздің мына бізге шығып бар екеніңізді көрсетіп, негізінде енді сізде бекер жатқан жоқсыз ғой, енді тау асып мысал. Сізде қудалаудың арқасында сол жақта, бұлай айтқанда, үйіңізден, өзіңіздің отаныңыздан алыстап шектеудің арқасында сол жақта жатырсыз. Енді мына эфирге шығып бізбен енді жүздескеніңізге үлкен рахмет. Бізде енді уақыт өте тығыз ғой. Сондықтан да енді кешірім сұраймыз, сөзіңізді бөліп жатсақ, оған ренжімейтін шығарсыз.